Қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен керемет пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Менің арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Пиццаның қамырын дайындау үшін 500 грамм ұнға өсімдік майы, қант, ашытқы, тұз, жылы суды қосып, қолға жабысатындай етіп, жұмсақ қамыр илеп алып, оның бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қоямыз. «180 градуста қыздырылған пеште пиццамызды 20 минутта пісіріп аламыз. Сіздерде үй жағдайында дайындап көріңіздер, өте дәмді пиццамыз дайын. Ас болсын, сіздермен болған Айгөлектің асханасы.